Достар, саясат деген бұл шахматный партия ғой. Мен сізге идеальный кандидаттардың топ 5-тігін айтайын. Бірден бастайын. Жалпы еліміздің вице-президенті болып Мәулен Әшімбаев мырза тағайындалатын болады. Ал премьер-министрдің орнына Ерлан Карин мырза отырады. Сонда Олжас Бектенов қайда кетеді десеңіз, ол кісі ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып кетеді. Ерлан Қошанов мырза ол Қазақстан халық кеңесінің төрағасы болып сайланады. Ал Айбек Дәдебай өзіміздің мынау жаңадан құрылған құрылтайдың төрағасы болып сайланады. Міне осындай болжам, талдау, жеке өз пікірім достар. Ал енді көпшіліктің көзайымына айналған сүйікті шоумен депутаттарымыз Ринат Зайытов пен Бақытжан Базарбек бұл саяси ойынға мүлдем қатыспайды екен, тіпті Әділет партиясының мүшелігіне де қабылдамаған екен достар. Енді оның себептері неде деп ойлайсыз, және жалпы айтылған кандидаттармен келісесіз ба? Өзіңіздің ой пікіріңізді комментарийға жаза кетіңіз. Мен Ақпарат Атаман Айғали Тойжамын, маған жазылып тіркеліп қойды да ұмытпаңыз.